Құрметті оқырман, серіктес мектеп ұстаздарының арасында өткізілетін буктрейлер сайысына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясындағы Динара Мәзеннің Харри Поттер мен жасырын бөлме аудармасын назарларыңызға ұсынамын. Харри Поттер ұлыбританиялық жазушы Жоан Роулинг жазған 7 томдық қиял ғажайып шығармалар жинағы. Кітапты ағылшын тілінен аударған көркем аударма магистрі, аудармашы Динара Мәзен. Кітапта Хогвартс сиқыр мектебінің оқушысы Харри Поттер мен оның достары Рональд Уизли мен Хармиона Грейнджердің бастан кешкен оқиғалары туралы баяндалады. Оқиға желісі Харри Поттер мен Волдеморт арасындағы текетіреске негізделген. Лорд Волдеморттың көздегені сиқырлы әлемді қолға алып, мәңгілік өмір сүру. Динара Мәзен екінші кітапта оқырманға жақсы таныс кейіпкерлер Харри, Рон және Хермиона Хогвартс сиқыр мектебіндегі әлдебір тылсым мұрагердің оқушыларға жасаған шабуылын зерттеген. Шығарманы қалаған тіліңізде оқи аласыз. Второй курс школы чародейства и волшебства Хогвартс начинается для Гарри Поттера с предупреждения эльфа Добби, что в школу лучше не возвращаться. Но Гарри мечтает вернуться к друзьям, поэтому, несмотря ни на что, едет в Хогвартс. Там ему предстоит узнать о существовании тайной комнаты и вновь вступить в противостояние с темными силами. In total, there are 7 books about the boy, all written by an incredibly gifted author John K. Rowling. In most chapters, he fights the evil Voldemort, who was responsible for the death of his parents. Отбасымен бірге оқыған қызықты фантастикалық шығармада әділдік, батылдық, достық, жанашырлық, ақ пен қара, жауыздық пен мейірім бүкіл ұлттың әдебиетіне ортақ. Мен сіздерді кітап оқуға шақырамын.